Алаш қозғалысы 20 ғасырдың алғашқы ширегінде Ресей империясының отарлық билік жүйесіне қарсы бағытталған ұлт-азаттық қозғалыс. 20 ғасырдың бас кезінде қазақ даласында ресейлік басқару жүйесінің күшейе түсуі, Ресейден көшіп келушілердің күрт артуы, қазақтардың құнарлы жерлерден ығыстырылуы бел ала бастады. Ендігі жерде қазақ халқының өзін-өзі сақтап қалу үшін күресті күшейту мәселесі туындады. Бірақ зардабы көп. Қарулы көтеріліс жолмен емес, ұтымды саяси жолмен күрес жүргізу қажет еді. Осылайша бірінші орыс төңкерісі жылдарында қазақ халқының мүддесі үшін күресті бастаған қазақ зиялыларының әрекеттері кейініректегі алаш қозғалысының бастамасы болды. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы жетекшілігімен ұлттық зиялылар ұлт азаттығы үшін саяси күрес жолдарын меңгере бастады. Олар түрлі қозғалыстарға қатысып, үгіт-насихат жұмыстары үшін газеттер, кітаптар шығаруды жолға қойды. 1920 жылы шекара, жер, тағы да басқа мәселелер бойынша Әлихан Бөкейханов бастаған 15 алашорда мүшелері Мәскеуге сапарға шықты. Қызыл Кремльге Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Әлімхан Ермеков ең бірінші рет Ленинмен жолықты. Сәлем беруіне қарамастан қызылдардың көсемі оларды суық қарсы алды. Қазақтарға селкөз қараған Ленин өзінің нөкерлеріне қалмақтар келді деп кекетіп, ежелгі славян тілінде сөз тастағанында Әлихан да сол тілде жауап берді. Ленин Әлихан ағамызға неміс тілінде сұрақ қойғанда, Әлихан Бөкейхан оған неміс тілінде жауап қайтарады. Сол кезде Ленин мен Әлихан Бөкейханов 9 тілде сөйлескенде Ресей басшылары таңырқап қалды. Әлихан Бөкейхановтың білімі Лениннен де жоғары екенін байқаған Әлімхан Ермеков Ахмет Байтұрсынұлының қолын қысып өз ризашылығын білдірді. Жер мәселесін қорғау процесінде баяндама оқыған Әлімхан Ермеков нақты деректерге сүйене отырып экспедиция құжаттары арқылы ғылыми түрде қорғады. 1920 жылы 20 тамызда басталған пікірталас бірнеше күнге созылды. Ең қиын мәселе Сырдария, Семей, Ақмола, Торғай, Орал, Астрахан, Ферғана, Самарқат губернияларында тұратын қазақтар 54% құрайтынын дәлелдеді. Баяндамашы Әлімхан Ермековтың дәлелі бойынша қазақ жерінің көлемі 3.146.922 квадрат километр кіргізді. Осындай пікірталасты естіген Ленин 12-ші, 14-ші, 18-ші, 19-ші тамыздағы комиссия отырысына өзі қатыса бастады. Әлімхан Ермеков ата-бабамыздан қалған мұра жерді қорғау үшін барын салды. Сталиннің бір сұрағына 5,5 миллион қазаққа осынша жер не керек дегенде мал шаруашылығы үшін ауқымды жер талап ететінін айтты. 1920 жылы 24 тамызда Әлімхан Ермеков шекара мәселесін толықтай дәлелдеп, мәселені шешіп, қуанышпен шыққан кезде Әлихан Бөкейханов Ленинға қайта кіріп, бұл мәселеге тезірек бұйрық шығаруын талап етеді. 26 тамызда қазақ автономиясын шекара жерлерін бекіту туралы заңы күшіне еніп, ақпарат беттеріне басылып шықты. Алаш қайраткерлерінің елі үшін жасаған ең үлкен жеңісі еді. Сұлтан Махмұд Торайғыров айтқандай, қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам деп жырлағандай, Әлихан Бөкейханов бастаған алаш қайраткерлерінің қазақ халқы үшін еңбектері ерең. Осындай талқыдан кейін қызыл өкіметтің көсемі тісін қайрап, мыналарды бағындыру оңайға түспейді деген екен. 1929 жылы 2 маусымда Әлихан Бөкейхановтан бастап алаш зиялыларын қамауға алып, 1937 жылы атыла бастады. Ұлт зиялыларын қинап, жазалап алған соң бірақ өлтірген болатын. Қандай жаза десеңіздер, қыстың қақаған аяз кезінде жұқа киіммен ауыр жұмысқа салып, абақтыда оларды ұрып, аямай тепіп, тырнақтарының арасына ине тығып, өздерін халықтың алдында халық жау екенін айтып мойындатқысы келді. Бірақ олардың қызу қандылығы қазақ деп соққан жүрегі мен намысы жібермеді. Алаш қозғалысының барлық жақтаушылары қуғын-сүргінге ұшыратылып, өлім жазасына кесілді. Бірақ алаш қозғалысының бастаған ұлт-азаттық қозғалыс күштері саяси күрес сахнасын бірден кете қойған жоқ. Одан кейін ұлт-азаттық жаңа сипатта Тұрар Рысқұлов, Смағұл Сәдуақасов, Сұлтанбек Қожанов, Жалау Мыңбаев сынды зиялылар қызметінде жалғасын тапты. Алайда тоталитарлық билік жүйесі оларды алаш қозғалысы ізбасарлары ретінде жаппай жазалады. Сөйтіп бірінші орыс төңкерісінен бастау алатын алаш ұлт-азаттық қозғалысы 30 жылдарға дейін жалғасты. Каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.